Баршаңызға сәлем. Пекин 40 қабатын тұздайтын боламыз. Дәл магазиндіккедей шықсын десеңіздер, осы тәсілмен, осы рецептпен жасап көріңіздер. Ең алдымен тұздығымызды дайындап аламыз. Ол үшін 2 литр суға 2 шай қасық сахар, 6 шай қасық тұз, 2 шай қасық уксус және де 1 ас қасық бұрышымызды салып, плитаға қойып, қайнатуға қойып қоямыз. Суымыз қайнайын дегенше басқа да керекті заттарымызды дайындап аламыз. Ең алдымен осылай қызыл бұрышымызды, ащы бұрышымызды мясорубкадан өткізіп аласыздар. Болгар бұрышымызды ұзыннан жіңішке етіп турап дайындап аламыз. Сарымсақты өз қалауыңыз бойынша турасаңыздар болады. Қаласаңыз майда етіп қосып жіберсеңіз болады. Қаласаңыз бүтіндей қоссаңыз болады. Мен осылай ірілеу етіп турап қосамын. Енді 40 қабатымыздың ең сыртқы бөлігін алып тастаймыз да, оны ыңғайлы етіп турап аламыз. Банкамызға ыңғайлы сиятындай етіп турап аламыз. Қырық қабатымызды банканың жартысына дейін салғаннан кейін болгар бұрышымызды, сарымсағымызды, лавр жапырағын және де ащы қызыл бұрышымызды салып, ары қарай банкамызды тағы да 40 қабатпен толтырамыз. Бір Пекин 40 қабатынан 1,5 литрлік банкадан 2 шықты. Демек, бір 40 қабаттан 3 литрлік тұздық шығады деген сөз. Бұл 40 қабат жеңіл келгендіктен осылай үстін басып жасай беріңіздер. Банкамызды толғаннан кейін қалған қоспаларымызды қосатын боламыз. Болгар бұрышын, сарымсақ, лавр жапырағын және де ащы қызыл бұрышымызды салатын боламыз. Ащы қызыл бұрышымыз менде 1,5 банкаға, яғни 1 банкаға 4 шай қасық кетті. Яғни 2 шай қасығын жартысында қостым, қалған 2-ін ең үстіне қостым да, содан дайын болған қайнап тұрған ыстық суымызды бетіне жай-жаймен осылай бөліп құя бастаймыз. Ыстық суды бірден қатты құймаңыздар, өйткені банка жарылып кетуі мүмкін, сондықтан бөліп құйыңыздар. Осында 2 банка шықты. Банкамыз суығаннан кейін оны салқын жерге немесе холодильникке қойып қойыңыздар. 3 күннің ішінде тұзы да, ащысы да 40 қабатқа сіңіп, дәмді болып шығады. 3 күннен кейін жей берсеңіздер болады, ас болсын.